болсаңшы енді. Қазір сөйлескейін. Алло, Аружан, сәлем, не болып қалды? Ой, қойш. Назерке, сендер үйлерінде ма не? Рахмет, давай. Болсаңшы енді, уақыт азайып бара жатыр ғой. Қызым тіріме өлмей, кім білет оны? Тірі, мен сыныптастарының үйінде екен. Енді бармаймыз сол жаққа. Қазір мен сізге адресін жіберейін, өзіңіз барып келсеңіз, мені көрсе жынданып кетуі мүмкін. Қайсыз қарайын? Жарайды, қазір өзім барып келем. Кері татуласыңдар, Ержан, бұлай болмайды. Әрине. Ой, сондай қызық болған. Ой, сендер қатырдыңдар ғой. Бұрынғы кезде еске түсіріп, детство деген күшті ғой. Соны айтам. Әр есте қалатын сол детство екен ғой. Әрине, басқа нәрселерді ұмытпаймыз ғой. Назерке, Назерке. Кім? Мам? Сіз мұны істеп жүрсіз, былай шығыңызшы. Не болды қазір? Мам, былай жүріңізші. Қызым, сен мұнда не істеп жүрсің? Мам, түсінбедім, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Сен не? Осы жас кезінде ажырасып тынайын дедің бе? Мам, қайдағы ажырасуға не айтып тұрсыз? Сендерге не болды? Неге ана құдағи үйінен кетіп қалдың? Мам, қазір мен сізге барлығын түсіндіріп берейінші. Бол, тез түсіндіріп бер. Қазір. Ой, тәтер қалайсыз? Жақсы, көрмей тұрсың ба? Ой, онда біз шыға тұрайық. Оныша сөйлесе алыңыздар, біз қазір келеміз. Мам, келіп отырыңызшы. Не түсіндірмекшісің маған? Мам, тыңданыңызшы, асықпай. Тез айтшы, қызым. Мам, не болды? Тыңдаңыз. Кешкісін біз енем екеуміз кішкене жанжал болып қалдық. Ол кісі мені кішкене жақтыртпайды, маған суық қарайды. Сол себепті мен үйге кетуге тура келді. Себебі ол кісі маған таңдау қойды. Қысқасы былай, кешкісін мен тамақ пісірдім. Сол тамақ жегенде мен енем талып қалды. Сосын ол менен көріп жатыр, ішіне оқ қоссын деп. Сосын ол маған таңдау қойды. Үстінен арыз жазам тамаққа оқ қосқан үшін, немесе өз еркіңмен үйден кетесің деді. Сен сонда кеттің бе? Енді мен абақтыда қамалғым келмейді ғой. Ой, жаным. Сонда сен шынымен де оқ қоспадың ба? Мам, мен өз енеме оқ қосатындай жынды емеспін ғой. Ой, жаным, кешірші. Мен сенің ішіндегі жанды де түсінбеппін. Мен сізге ренжімеймін, мам. Бірақ мен ол үйге кері қайтқым келмейді. Қызым, мен барлығын түсінемін. Бірақ ең бастысы Ержан екеуің ажыраспаңдаршы. Мам, білмеймін. Бірақ мен ол үйге барым келмесе, онда ажырасуға тура келеді ғой. Білмеймін, уақыт шешер. Ал қазір осы үйде тұрамын. Кешір, қызым. Мам, мен сізге ренжімеймін. Сіздің үйіңізге барам ба деп ойлағанмын. Бірақ сіз бұл қалада емес екеніңізді біліп осында келдім. Түсінемін. Ана енең де сенің қатал. Қашан өзгереді екен? Білмеймін. Түні бәрі болған сияқты. Қалайсыз, тәте? Келіңіздер. Не болды? Соншамадай жаңа келе салыңызсың. Кешіріңдер, балаларым, ау. Кішкене түсініспеушілік болып қалды енді арамызда. Ой, сізден Назерке сияқты қате ететін болыпсыз ғой. Енді ол маған ұқсаған ғой. Жақсы, балдарым. Келсе жайым. Мен
үйіме қайтайын құрсын. Кетуім керек. Мам қайда? Иә, қайда кетіп бара жатсыз? Шай ішіп кетіңіз. Иә, келіңіз қазір. Назерке өзің қолын күшті шайын демдеп береді. Ой, қарақтарым ау, рахмет көп. Мен кетуім керек, асығыспын, қазір пойызым жүреді. Ой, бір шай ішіп кетпейсіз бе? Жоқ, рахмет, мен кешігіп бара жатырмын. Онда қайта бізді жеткізіп тастайық. Иә, как раз боспыз. Жоқ, керек емес. Ауыр заттар болса көтереміз ғой, уайымдамаңыз. Жоқ, керек емес. Мам, енді көмектесем деп тұрған адамға қалай жоқ дейсіз? Ой, жарайды, енді қоймадыңдар ғой, жүріңдер. Қазір келеміз. Жүріңіз. Не болды, Назерке, барлығы жақсы ма? Иә, анам қатты ұрысып берді ме? Жоқ, анам кішкене түсінбей қалған. Барлығын түсіндіріп бердім. Дұрыс болыпты. Иә, уайымдамаңдар. Соншама ондай дау көтерген нес? Енді ішіп алмайсың ба шайыңды? Ой, тәбетім өтпей қалды. Жыңма тип. Келе салсымен, қызым қайда, мынау деп. Енді қыз боласың алаңдайды да. Маған бәрібір алаңдай ма, алаңдамай ма? Өзі білсінші, қой құрсын, мен таза болып жатып қайтпасам, әйтпесе ана ішімдегі жаман бір нәрсені шығара алмай жатырмын. Өй, бар. Қатырат осы біздің құдағи. Құдағи емес, бір жалмауыз сияқты. Кім жалмауыз? Сен айтып жатқан жоқпыз. Ал, тіліңе еге бол. Қойш. Балам, не болды, бәрі жақсы ма? Мыналарда сөйлеспесіндер кетіндері бар. Сендермен сөйлесіп тұрған мен де ақымақпын. Ойбай, мынаны қара. Соны айтам. Айтпашына келінін қол жіберді дейді ғой. Естін, бұған келінін қуған ене деп атақ беру керек. Соны айтам. Ақмарал, Гүлмаржан, не болсын не соншамадай мені өсектеп? Ойбай. Если чё, біз өзіміз білетін шығармыз, жандар? Мен өздерін білмейсіңдер дедім бе? Сонда да мен өсектеуге жордай қалыпсыңдар ау. Камос, өткеннен берсіңдер көмектесіп жүрген. Айналайын, бір рет көмектескенде міндетсінбей ақ қойшы. Біз де саған талай рет көмектескенбіз. Соның жақсылығын сен түсіндің ба? Түсінген жоқсың. Соны айтам, көп сөйлемей қарызымды қайтаршы. Не қарыз айтып тұрсың? Осыны кезде ұмытып қалады бұлар. Алған кезде ұмытпайсыңдар, алған кезде жалынып, жалбарынып аласыңдар ғой осы. Алдың қайда? Мені 20 теңге алып едің ғой, тез қайтар. Сендей тәрбиесізден мен бекер бердім сендерге. Қойшы. Көп сөйлемей бар, келінді қайтарып алмайсың ба? Ойбай. Гүлмаржан, сен бірінші өзіңе қарап алшы. Сен вообще ана бойдақ баланды әлі үйлендіре алмай жүрсің ғой. Ал ода сен не шыруың бар? Ойбай, Ақмарал, сен вообще сөйлеме. Қызың кетті, кері ажырасып келді, сөйтіп концерт болып жүрсіңдер ғой. Мен өсектеп жүрмін ба соның барлығын? Елге жайып. Ал бізге бәрібір өсектесің ба, өсектемесің ба? Қандай тас жүрексің, Соны айтам, тас жүреген адамына сен айту керек. Ода сендердің жұмыстарын болмасын, жайма қалдырыңдар мені. Бар, кет. Соны айтам. Сөз анау өсетіп отқан жерге отырып ал. Ойбай, тез келдің ғой. Иә, не болды? Не болды? Қабағына қар жауып тұр ғой. Кетші, Самат, миым жемей. Айтсашы, не болды? Аны Ақмаралмен Гүлмаржан білімсе? Соседтер көрші. Иә. Солар мен жыныма тиіп. Не дейді олар? Өсектеп мені. Енді айтшы, неде өсектеп? Отырып алып, келінін қуған енеде атақ қалайықсың, тас жүрек анасын, келін қуыпты, анау деп. Дұрыс айтады. Түсінбедім, Самат. Сен соларға жақтасып тұрсың ба? Иә, неге деш? Неге? Себебі сен тас жүрексің. Ішінде бір қатып қалған ине ма, тас па жатыр, Сен есің дұрыс па өзі? Мен осы уақытқа сен еркелігіңе көніп біттім. Сыйладым, подкаблучник болып келген шығарым. Бірақ миыңа қондыршы, пожалуйста. Не сен баланың болашағын алаңдамайсың? Өзімізде бір-ақ бала бар. Соны не болашағына балта шауып отырсың сен? Не болашақ? Отбасының күл талқанын шығардың ғой.
Кеше ғана үйленіп еді, соның барлығын быт шығардың ғой сен. Нен бар? Ене болып отырмайсың ба? Барлық жағдайын жасап берген осы Назерке емес пе сен? Не жетпейді осыған, не жетпейді, тамағы ұнамай ма не? Айтшы ма соны. Енді жапшы аузыңды, осы уақытқа шейін сен сөйлеп келдің ғой, енді мен сөйлеймін. Уж сен мінезің бар емес пе? Мен мына маңдайымнан асып кеткен қоймайтын бәле екенсің, бар емес пе? Шынымен сен сондай атаққа лайықсың. Тас жүрек ана мына сен айтуға болады. Өскеннің өзін безбіреткенсің ғой. Қандайсың, а? Мен вообще таң қалам саған. Мен сен мұндай күтпедім вообще. Өскенді үйден осылай шығарып жібереді деген. Бұрында ондай емес едің ғой. 1-2 жылда өзгеріп кетіпсің кәдімгідей. Таң қалдым. Жанар-ай. Қайдан білейін бұндай болатынын да. Әйтпесе сені басыма шығармаушы едім. Қысқасы, егер осыны әдетіңді қоймайтын болсаң, Ержан екеуміз кетуімізде қаламыз. Жесір ана болып қаласың. Немене, не айтып тұрсың? Мен шындығымды айтып тұрмын. Прикол істедім, сен кішкентай бала емеспін. Жесір ана болғың келмесе, 4 қабырғада өзің қалғың келмесе, келіннен кешірім сұрада, бала екеуін татуластыр. Ажыраспай тұрғанда. Айтарым сол. Қайырлы. Не айтып кетті өзі? Немесе шынымен бе? Қайдағы жесір ана не айтып кетті? Шынымен де мен көп қателік жасаған сияқтымын. Назеркеден ұят болды. Енді бұндай қателіктер бармайтын шығар. Менде де еш жоқ қой, Жанар, еш жоқ сенде. Не істесем болады енді?